әрбір намазхан осы жерде отырған. Өз әулетіңнің ішінен таңдалғансың. Басыңыздан сипау үшін таңдалған жоқсың. Жауапкершілікті ілу үшін таңдаған сізге. Енді білім ізденесің ба? Тәжірибе жинайсың ба? Хадис оқисың ба? Құран оқисың ба? Уағыз тыңдайсың ба? Әулетіңнің ішінде айнал. Әулетіңнің ішінде жұмыс істеуде тәжірибе жинай, адамдармен қалай жұмыс істеу керек. Сол әулетің шеңберің сенің. Сол әулетің үшін жауап бересің. Оған жауап бермеймін деген нәрсе ондай болмайды. Өйткені сіз олардың біреудің иман келтірмегені үшін ғана жауап бермейсіз. Бірақ жеткізбегеніңіз үшін міндетті де жауап бересіз. Өйткені сізді жақсы болғандықтан қойған жоқ бұл жерге. Сізді бұл жерде олардан артық болғаннан қойған жоқ. Бірақ сізді осы шүкіршіл болар деп сізге рахымы түсті, бітті. Ешқашан сіз олардан өзіңді артық санай алмайсың. Олармен осылай сөйлесіп, өз әулетіңнің ішінде Аллаңды, пайғамбарыңды сол жақта танып жұмыс істе. Сол кезде сен түсінесің, даналық, мейірімділік деген нәрселер не екен. О жақта болмасаң, құржа тисе терекке, тимесе бұтаққа деген нәрселер жүре береді ол. Сондықтан тақуалық берді ме Алла сізге? Соларға өнеге болсын деп берген, оларға сараптама болсын деп берген жоқ сізге. Оларға суық қарау үшін қылған жоқ сізді. Бұл шешіледі, мен айтып берейін дейсіз. Сосын ана бір туысқаны қойшай, сөйлей бермей деген кезде күлуді үйреніңіз ол жерде. Аллаға қарсы шығып отырсың ба деген сөз. Болды, сәтсіздік. Сіз оны ойламайсыз. Оны сәтсіздік деп ойламайсыз. Бірақ ол сәтсіздік болады. Егер де сіз түсіндіріп, сосын бұға түсінбей қойса, түсінбей жатыр, сол кезде сізге шайтан айтады, қайтесің оларды түсінбейді ғой дейді. Сіз ойлайсыз, бұл сенің ақидаңнан келіп тұрған жауап деп ойлайсың ғой. Көрдің бе? Сосын оларға жаңағы ауыр сөз сөйлесең, білмеймін, түсінбеймін, қалай түсінбейсіңдер сендер деп айтасыз ғой. Соны айтып қалған кезіңізде Алла тағала сізді Құраннан шалады. Қалай? Казалика кунтум мин қабл дейді. Дәл сондай болған едің ғой бұрын дейді. Болды, өштің. Фаманналлаху алейкум. Мұқтаж болмасам да сені осы жолға әкеп едім ғой дейді. Сондықтан фатабайяну, сөйлеген кезде байқап сөйле дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан сол әулетіңіздің ішіне сізді таңдаса, онда сізге сол әулеттің ішінде зор сауап бар. Сол жақта жұмыс істеңіз, көресіз. Сосын сабырлық, міне 40 жылдан кетіп жатыр, уақытты қараңыз. Сіз оны бір-екі айтқанына намазға келу керек ол.